Сәлем достар. Жағдайды өздеріңіз көріп отырған шығарсыздар. Мына жан жақтан, мына жақтан солтүстік көршімізден, Ресейден соғысқан қашып, бізге сол Ресей Федерациясының тұрғындары біздің шекарамыздан өтіп, біздің қалаларымызға Астана, Алматы, солтүстіктегі қалаларымызға тек қана бір ғана қала емес, енді көбінесе сол шығыстағы үлкен қалаларға, солтүстіктегі үлкен қалаларға, және де біздің астанамыз, Астана қаласына, Алматы қаласына лек-лек боп шығырып жатыр көрші халық. Өздеріңіз білесіздер, сол үшін міне барлық қалаларда, тек қана Алматы мен Астанада ғана емес, басқа жерлерде өзіміздің қара көздеріміз бұрынғы тұрған пәтердегі тұрғындарын қуып, өздерінің мына келген келімсектерге орындарын беріп жатыр. Енді ол жағдай қиын. Біздің Алматы, Астана және басқа да қалалардағы оқып жүрген студент балаларымыз жатақханалары жоқ болғаннан кейін осындай пәтерлерде тұруға мәжбүр болған еді. Енді оларда қиын жағдайға тап болды. Енді айтайын деген, құрметті қандастар, достар, жерлестер, ертең мынау келген орыстар мүмкін қалады, мүмкін кетеді. Біз енді бізде баратын жеріміз жоқ, біздің отанымыз осы. Олар сияқты анда-мында біз шығырып жүрмейміз. Біздің басқа баратын жеріміз жоқ. Осы еліміз Қазақстан. Сондықтан да өзіміздің болашақ жас ұрпақтарымызға пәтерде тұрса, сіздерде бағасын көтермеулеріңіз сұраймын. Жарайды, енді пәтерлеріңіз бос болып, жаңағы Ресейден келген басқа келімсек эмигранттар болса, оларға жарайды, бағаларын көтеруіңізге болады. Бірақ енді өзіміздің қаракөз бауырларға, қарындастарға, балаларымызға пәтер бағасын көтермесеңіз екен. Және де енді біз ел болғасын, біз Қазақстан елі болғасын, біздің мемлекеттік тіліміз қазақ тілі. Мына көбі телеграм чаттарда орыс ұлтының түгелі көбі Қазақстанда бәрі орысша сөйлейді екен, осында келейік деп түгелі осында шұбырып жатыр. Өйткені біз көбіміз өзіміз қара көздеріміз, арамызда неше түрлі қара көздеріміз бар, өзіміздің ана тілімізді, ұлттық қазақ тілімізді менсінбейтіндер көбіміз орысша сөйлейміз. Сондықтан оларға бұл жайлы орын болып тұр. Сондықтан да мен сіздерден сұрайтыным, құрметті бауырлар, қарындастар, ағалар, апалар, аталар, әжелер, мына келген эмигранттарға өзіміздің мәдениетімізді көрсетейік. Біз өзіміз қазақ елі екенімізді көрсетейік. Бір-бірімізбен ана тілімізде сөйлейтін болайықшы. Қай автобуста болсын, басқа да бір көлікте болсын, мынау дүкендерде болсын, сауда орталықтарда болмасын, қазақпен өзіміздің ана тілімізде сөйлесе екен. Әрі қарай бұлай орысша сөйлей берсек, бір жағынан эмигранттарны орыстар қаптап жатыр.
оларға жағамыз деп кейбір қазақтарымыз орысша сөйлейтін болып кетті. Сөйлей алса да, сөйлей алмаса да. Бауырлар, ұмытпайық біздің қазақ екенімізді. Ана тілімізде сөйлейікші, ана тілімізді ұмытпайықшы, ана тілімізді сатпайықшы. Бұл эмигранттар, орыстар келеді, ертең кетеді. Және мынау пәтер эмигранттарға береміз, пәтер береміз деп отырған адамдарға айтарым, мынау пәтерлеріңізде өзіміздің қарагөз бауырларымыз, қарындастарымыз тұрса, оларға тағы да бір рет сіздерден сұрайтыным, бағасын көрсеңіздер екен. Біраз уақытқа шыдайықшы, мыналар соғыс бітеді, мыналар енді кетеді. Тезірек өзіміздің бауырларымыз Украина жеңсе екен, мыналар өз отандарына кетсе екен. Өзіміз былай да елімізде көп емес, біз қазақтар қолмен санарлықтай барлығымыз қазақ болдық. Қазақ болғасын бірлікте болайықшы. Бір-бірімізге қолдау көрсетейік. Не де болмаса, қандай қиындық болса да бір-бірімізге қол ұшын берейікші. Ана тілімізді қадірлейікші. Құрметті бауырлар, рахмет тыңдағандарыңызға. Аман болайық.